Армысыздар, қадірменді отандастар. Трамптың туған інісі, жақын досы, Еуропадағы ең батыл саясаткерлердің бірі Финляндия президенті Александр Стуб Тоқаевқа Қазақстанды Ресей мұнайын алмастыратын Еуропаның бас серіктестерінің біріне айналдыру керек деп айтты. Яғни, орыстың орнына қазақ байсын деді. Джакишев бұл сөздерді 20 жыл бұрын айтты. Ресейдің кей басылымдары Қазақстанның мүмкіндігіне күмән келтірді. Еуропаның энергия нарығында Астана Мәскеудің орнын баса ала ма? Халқым, егер сіздер Джакишев секеті білікті маманды қолдасаңыздар, лайк басыңыздар. Біздің ойымызша, Джакишев Финляндия емес, Американың да президентінен асады. Келіссеңіздер, арнамызға жазылыңыздар. Жалғастырайық. Финляндия президенті Александр Стуб 28 қазан күні Астанаға сапары кезінде Қазақстанның Каспий арқылы өтетін бағыттар мен Транскаспий дәлізі Еуропаның энергия қауіпсіздігін арттыруда маңызды екенін айтты. Халқым, Джакишевтің ойынша, осылайша Еуропада, Америкада өздеріне ортақ адамды жіберіп, біздің еуропалық елдермен жақындатпақшы. Джакишев бұны қолдайды. Сіз ше? Комментарийге жазыңыздар. Қазақстан энергетика саласында шешуші рөл атқарады. Маңызды екі тұсын айтайын. Біріншіден, Еуропа одағы Қазақстанның ең ірі сауда әріптесі. Сауда айналымының көлемі жылына 50 миллиард еуродан асады. Екінші орында Қытай, үшінші орында Ресей. Бұл Қазақстан мен Еуроодақтың бір-біріне ерекше тәуелді екенін көрсетеді. Екіншіден, Еуропа Ресейдің сұйытылған газ, мұнай сынды энергетика ресурстарынан біртіндеп бас тартып жатыр. Қажеттілік 80%-дан асады. Сондықтан балама энергия көзіне сұраныс артты. Мұндайда Қазақстан маңызды рөл атқарады деді Финляндия президенті Александр Стуб Қазақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Ресей Украинаға соғыс ашқалы бері Еуропа басқыншы мемлекеттің энергетика ресурстарынан толық бас тарту жолдарын қарастырып келеді. 8 қазанда Еуроодақ бұл жоспарды 2028 жылы іске асыруға уағдаласты. Батыс елдері Ресей экспорттан түскен табыстың көп бөлігін соғысты қаржыландыруға жұмсайды дегенді алға тартады. Бұдан бөлек ақш жуықта Ресейдің Роснефть, Лукойл компанияларына санкция салып, олардан мұнай импорттауға шектеу қойды. Финляндия президентінің бұл мәлімдемесін Ресей басылымдары елеусіз қалдырмады. Ресейлік сарапшыларға сілтеп, Қазақстан қайтсе де Еуропаға керек Ресей мұнайының орнын баса алмайды деп жазды. Ресей басылымдары не деді? Сарапшылар әсіресе Қазақстан шетелге сататын мұнайының 80%-дан астамын әлі де Ресейдегі Каспий құбыр консорциумы КК арқылы экспорттайтынына баса назар аударған. Бұл КК құбырын кейбір сарапшы Мәскеудің Астанаға қысым көрсету құралы деп те есептейді. Қазақстан қазірдің өзінде негізгі энергия ресурстарын Еуропаға жеткізіп отыр. Көлемін одан ары арттыруға мүмкіндігі жоқ. Ал газға тоқталсақ, экспортты керісінше азайтып жатыр. Себебі ел ішінде сұраныс өсіп келеді, ал өндіру көлемі бұрынғы деңгейде. Демек Қазақстанның экспорттайтын газы азайып барады. Тіпті Газпромнан импортты ұлғайту үшін келіссөздер жүргізіп жатыр. Алдағы жылдары маусымдық импортты күшейтуі мүмкін. Яғни жылыту маусымында көбірек алады деді Ресей федералдық үкіметі жанындағы қаржы университетінің сарапшысы Игорь Ушков Голь сайтына. Кей сарапшы Қазақстанның логистика және орналасу тұрғысынан Ресейге кіріптар екеніне назар аударады. Мұнай ағымдарын Ресейді айнала жөнелту амалы экономикалық емес, саяси мақсатты көздейді. Ол тасымал диверсификациясына емес, нарықтың тұрақсыздығы алып келеді. Кремль пропагандасын жиі жариялайтын Царьград ресурсы әскери және саяси шолушы Игорь Головневтің осындай пікірін берді. Қазақстанның қуаты жетпейді. Қазақстан расымен Еуропаға қажет Ресей мұнайының орнын баса ала ма? Ресми Астана әзірге бұлайша Ресейдің жанды жеріне тиетін мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ бұған дейін 2022 жылы сол кездегі энергетика министрі Болат Ақшолақов Еуропа Ресей мұнайын алмай қойса, оған керек қара алтынды Қазақстанның тауып беруге мүмкіндігі жоқ деп Ресей сарапшысының жоғарыдағы пікірін айтқан. Экс-министр Қазақстанда мұнай өндіру қуаты Ресейдің экспорт көлемін алмастыруға жетпейді деген. Ақшолақовтың сөзінше, Еуропаға қосымша мұнай жеткізу үшін жаңа кен орындарын бұрғылап, үлкен инвестиция салу қажет. Соғыс басталмай тұрып, 2021 жылы Ресей Еуропаға 173,2 мың тонна мұнай мен мұнай өнімдерін экспорттаған. Ол Еуроодаққа мұнай тасымалдайтын нөмірі бірінші ел болды. Бұл кезде Қазақстан Еуропаға 36 мың тонна мұнай мен оның өнімдерін жіберген. 2022 жылы Еуроодақ Ресей мұнайынан бас тартты. Қазақстан Еуропаға жіберетін мұнай көлемін 26,5%-ға ұлғайтты. Сонда да соғысқа дейінгі Ресейдің әлеуетіне жете алмады. Өйткені жыл сайынғы мұнай өндіру көлемі шектеулі. Мысалы, 2021 жылы Ресей 524 мың тонна мұнай өндірсе, Қазақстанның 85,9 мың тонна шикізат өндіруге шамасы жетті. Ел былтыр Еуропаға ең көп мұнай жіберетін топ үштікке еніп, тәулігіне 1 миллион баррель айдады. Бірінші орында тәулігіне 1,
4 миллион баррель мұнай беретін ақш, екінші орында 1 миллион баррель мұнай тасымалдайтын Норвегия тұр. Алайда ешқайсысы Ресейдің межесіне жетпеді. Мәскеу соғысқа дейін Еуропа елдеріне тәулігіне 3-5 миллион баррель мұнай өнімдерін айдаған. Қазақстан Ресейдің орнын баса алмайды. Қазақстанның Еуропаға жіберетін мұнайының басым бөлігі Ресей жері арқылы жеткізіледі. Осы орайда Еуропаның Ресейді айналып өтіп, Қазақстаннан мұнай алатындай мүмкіндігі бар ма? Азаттық осы сұрақты экономика шолушысы Айбар Олжаймен талқылады. Сарапшы Қазақстан мұнайы негізінен Ресей жері арқылы өтетін КК және Өзен-Атырау-Самара құбырлары арқылы экспортталатынын айтады. Біздің 69 миллион тонна экспортымыз бар, соның шамамен 85% осы екеуі арқылы Ресей жерінен өтеді. Ресейді айналып өтіп, Еуропаға тікелей тасудың бір ақ жолы бар. Ол Транс-Каспий дәлізі. Барлығын Ақтау портына апарып, содан кейін танкермен Каспий теңізі арқылы Әзербайжанға тасып, Әзербайжанда танкерден құбырға құйып, оны Түркия жері арқылы Еуропаға шығару мүмкіндігі бар. Енді ол өте қымбат және өте қиын. Біздің де, Әзербайжанның да инфрақұрылымы бұған толық дайын емес. Ал Ресей инфрақұрылымы дайын, әрі арзан. Сондықтан бізде мұнай өндіретін шетелдік әріптестеріміз де КК арқылы тасып жатыр, дейді Айбар Олжай. Жасыл энергия, баламалы көздер дегенмен, Еуропа экономикасы үшін мұнайдың аса қажет екені байқалып тұр. Қазақстан бұл сұранысты өтеуге шикізат тұрғысынан және саяси ерік-жігер тұрғысынан дайын ба? Шикізат тұрғысынан дайын болғанда, біз онсыз да мұнайдың бәрін Еуропаға шығарып отырмыз ғой. 69 миллион тоннаның ішінде 67 миллион тонна Еуропаға, 5 миллион тонна Қытайға кетеді. Болды. Бізде Еуропа мен Қытай ғана. Еуропаның ішінде ең көп алатыны Германия. Біз Италия деп көрсетеміз. Өйткені Италияның Триест портына барады. Сол жақта италиялық деп тіркеледі. Бірақ шын мәнінде ол Италия емес. Германияның шамамен 12 мұнай өңдеу зауыты бар. Соның барлығы біздің мұнайды Италияның Триест портынан алады. Сол үшін Италия мен Германия біздің мұнайдың негізгі сатып алушысы. Одан кейін Түркия, Болгария бар. Нидерланд мемлекеті де біздің мұнайды өте жақсы алады. Сонымен қатар Франция да алады. Бұған дейін Еуроодақ мұнайды Ресейден алып келді. Сол Ресейден алатын мұнайын енді Қазақстаннан алатын болса, Қазақстанға мұнай өндірісін арттыруға тура келмей ме? Қазақстанның оған мүмкіндігі бар ма? Енді Қаламқас Хазар кен орнынан мұнай таппай жатырмыз. Сондай ойымыз болған. Ал теңіз кенішінің П1 проект Будусего расширения немесе болашақ кеңейту жобасы рет деген жобасы болды. Я, ол кеңейтті, бірақ ол 12 миллион тонна ғана береді. Біздің асыл арманымыз мұнай өндірісін 100 миллион тоннаға жеткізу ғой. Қазір жылына 88-90 миллион тонна айналасында өндіріп отырмыз. Жарайды, оны 100 миллион тоннаға жеткіздік делік. Бірақ бізде ішкі нарықтың сұранысы да бар. Ішкі нарыққа кем дегенде 20-22 миллион тонна керек. Әйтпесе, өзіміз жанармайсыз отырамыз. Сонда қалатыны бәрібір 78-80 миллион тоннаның айналасы. Ол Ресей Еуропаға беріп келген көлемнен әлдеқайда аз. Қазақстан бұл жағынан Ресейге жетпейді. Бір тәулікте өндірілетін мұнай көлемі картасын қарасақ, біз соның 1,7-2% ғана аламыз. Қазақстан мұнайы Еуропаға басқа да балама жолдармен жеткізілетін жол табылып жатса, Мәскеу жақтан қандай да бір кедергілер болуы мүмкін бе? Негізі біздің көздеп отырғанымыз болашақта Каспийдің табаны мен Әзербайжанға қарай тікелей мұнай құбырын салу ғой. Дәл соны іске асыратын болсақ, бізге үлкен кедергілер болатын сияқты. Себебі Кремль қазір санкцияға тап болып отырса да, санкция ертелі-кеш аяқталады, сол кезде позициямызды қайтарамыз деп отыруы мүмкін. Сондықтан олар осы бос тұрған стратегиялық орынға ешкімнің жайғасып алуына жол бермейтін сияқты. Сөйтіп біздің Әзербайжан мен тікелей мұнай құбырын салу жоспарымызға Кремль қарсы шығатыны анық. Қазақстанның мұнайын Еуропаға жеткізу мәселесінде Ақорда мен Кремльдің арасында қандай да бір кикілжің, келіспеушілік болуы мүмкін бе? Дәл қазір оны көріп отырған жоқпыз. Себебі біз жеткізіп отырған мұнай көлемі Ресей ауқымына қарағанда көп емес. Сондықтан біз оларға бәсекелес болып көрініп тұрған жоқпыз. Бірақ енді болашақта үлген геосаяси шиеленіс, қақтығыс болып, бізді өз жағынан ыңғайлайын десе, бір-ақ күнде Атырау-Самара мен КК-ны жауып тастаса, онда болды. Біздің бүкіл Еуропа мен мұнай жөніндегі байланысымыз үзіледі. Оның бәрі Ресейдің қолында. Бұл тұрғыда Кремльде бізге ықпал ету тетіктері бар. Бірақ екінші жағынан, КК жұмыс істеп тұрғаны Кремльге қандай да бір ақша әкеліп тұр ғой. Оның акционерлері қатарында Транснефть бар, одан да кішкене пайда табады. Ол жерден де түсіп жатыр. Сондықтан бұл тетікті құртпай, келіссөздерде өзіне артықшылық беретін жақсы құрал ретінде сақтауы мүмкін.